Баршаңызға қайырлы күн, жақсыларым. Бүгін біз осында екі түрлі қаттама нанды бір қамырдан пісіреміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Күнде ыдысымызға жылы суды құямыз. Жылы сүтті қосамыз, сұйық майды қосамыз, тұз бен қопсытқышты қосамыз. Електен өткізілген ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қамырды целлофанға салып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Енді қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Бөліктердің біреуін шамал үлкендеу қыламыз. Енді қамырларымызды жаямыз. Қамырды жайған кезде арасына ұн мен жүгері крахмалының қосындысын себеміз. Қамырымызды өте жұқа қылып жаю керек. Енді қамырға ертілген сары майды жағамыз. Май жағылған қамырдың үстінен екінші жазылған қамырды жаямыз. Бұл қамырдың үстінен де ертілген сары майды жағып шығамыз. Енді қамырдан ені осына 4-5 см болатын лента кесіп, бірін үстіне бірін қойып, рулет тәрізді ораймыз. Қамырларымызды целлофанға салып, мұздатқышқа 30 минутқа қоямыз. Үшінші күлшеге де сары майды жағып шығамыз. Үстінен шамалы ұн себеміз, сосын осылай бүктейміз. Бұл қамырды да целлофанға салып, мұздатқышқа жарты сағатқа қоямыз. Енді қамырларымызды қалыңдығы шамамен 5 мм-дей қылып жаямыз. Қамырларымызды противеньге салып, бетіне сары уыз бен сүттің қосындысын жағамыз, сосын күнжіт сеуіп шығамыз. Қаттама нандарымызды духовкада 180 градуста 30-35 минутта пісіреміз. Қалған қамырларды да қалыңдығы шамамен 5 мм-дей қылып жаямыз.Ысып тұрған табаға сұйық майды құямыз, сосын нанды салып қуырамыз. Табан астындағы отты орташа деңгейге дейін түсіреміз. Қаттама нанымызды аударып, екінші бетін қуырамыз. Мінеки достар, бізде бір қамырдан екі түрлі қаттама нан шықты. Қаттама нанымыз өте қатпарлы, қабат-қабат болып шықты. Өте дәмді болды. Қазір үшін көрсетемін. Достар, сіздер де осындай қаттама нанды үйде пісіріп көріңіздер.
Уақыттарыңызды бөліп видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен бірге болған Айрика. Мен YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және ұнаса лайк баса кетіңіздер. Күндеріңіз сәтті өтсін.